Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін біз 10 минутта дайын болатын, қамыр илеуді қажет етпейтін, осындай өте дәмді тіске басарларды жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Үлкендеу алманы аламыз, жақсылатып жуып, одан кейін видеодағыдай дөңгелекті формаларды жасап турайтын боламыз. Алманың қалыңдығы орташа болу қажет. Одан кейін кез келген нелермен, дөңгелекті формамен, немесе баклажканың крышкасымен осылай ортасындағы дәндерін барлығының алып тастайтын боламыз. Мінекей, алмаларымыздың барлығы дайын болды. Келесіде барлық дүкендерде, супермаркеттерде сатылатын қатпарлы қамырды аламыз. Қатпарлы қамыр міндетті түрде ашытқы қосылған, яғни дрожж қосылған болу қажет. Бірінші бөлме температурасында жылытып аламыз, одан кейін видеодағыдай жақсылатып осылай илеп шығатын боламыз, яғни қамырымызды жаямыз. Қалыңдығы орташа қалыңдықта болу керек. Одан кейін видеодағыдай осындай полоскаларды жасайтын боламыз. Қатпарлы қамыр алған кезде қыздар міндетті түрде ашытқы қосылған қатпарлы қамырды алуға кеңес беремін. Енді алманы жақсылатып қатпарлы қамырмен осылай орап шығатын боламыз. Пешімізді осы кезден бастап 180 градуста қыздырып бастаймыз. Егер де сізде конвекция режимі болса, конвекция режимін пайдалануға кеңес беремін. Алмалы тоқаштарымыздың беті қызыл, әдемі болу үшін жұмыртқаның сарысына сәл ғана сүтті қосып, енді барлық жеріне осылай жағып шығатын боламыз. Достар, рецепт ұнап жатса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Каналымда одан да күшті рецепттер бар. Енді корица мен қантты араластырып, осылай тоқаштардың бетіне барлық жеріне әдемілетіп, сеуіп шығатын боламыз. Алмалы тоқаштарымызды 180 градуста беті қызарғанша 20-25 минут пісіреміз. Небәрі 10 минут уақытыңыз кететін, мінекей алма қосылған тоқаштарымыз дайын болды. Осындай қып-қызыл алманың дәмі білінбей, ерекше дәмді болып келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.